Құрметті әдебиет сүйер қауым, биыл қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толыпты. Мұқағалидың өлеңдері екінші жартысында ерекше құбылыс алып келді. Оның лирика мен сырға толы өлеңдері ерекше орын алды. Сол арқылы жаңа ұрпақ тәрбиелене бастады. Адам ойын жақсы жаққа сергітетін, ойы менен өрісін дамытатын, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпе жау өзіңе қайтарамын деп зор үлес қосқан. Халқымыздың көрнекті ақыны Мұқағали Мақатаевтың мерейтойы құтты болсын. Мұқағали Мақатаев пай-пай өмір. Пай-пай өмір өтесің-ау бір күні. Тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жар кеткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркіні. Мына дала, мына аспанда дала анау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлеңден қарау. Мұқағали Мақатаев, Қазақстан. Жақсаттанды демесің, сүйем десең, табынатын тәңірім ем десең, адам болып күн кешу қиылмаған, арқа тұтып сен өзің сүйенбесең. Сен менің сүйегіммен қанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасың, тек сен топырағыңды жанындасың. Өзіңше ісің керек, тісің керек, сырым бар саған айтар ішімде көп. Толмағай көзімді тойдыра алмай, торқан бәрін түсінбедім. Қазақстан, пай-пай-пай ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанғаныдай. Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббат, арманым. Мұқағали Мақатаев, сәби болғым келеді. Құста болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, мұны өмірден хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар керек бе жылыныңдар. Сәби әлди болғым келеді, әлди болғым, күн сәулесі ойнақтап тұлымымда. Отыратын анасы құлмын деп, қанаттанып өмірге ұшырамда. Кесілмесін бәрібір тұсауында, сәби болғым келеді, сәби болғым. Сәби жоқ ананың құшағында, тар бесігі кең жақан тарылмаған. Біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Ана сүті аузынан арылмаған. Адамзат баласының ұлы игіліктерінің бірі кітап. Кітап бізге берілген жазбашы және ауызша көне бұйым. Кітап біздің жемісіміз және біздің сандығымыз. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтан артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиет. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген ғайбетін сүреп жатырмыз. Кітап оқу адам баласына өте пайдалы, орасан зор. Жаһандану мен ғаламданудың обыр ағымы және қауіпті ықпалы күшейіп тұр. Бұл рухани азғындауға апаратын бірден бір жол. Сол себепті сіздерді кітап оқуға шақырамыз.